Ғалым, тарихшы, этнограф, фольклоршы, саяхатшы және ағартушы, Ресей императорлық армиясы бас штабының офицері тыңшы. Шоқан Уәлихановтың шын есімі Мухаммед Қанафия, бірақ ана соны еркелетіп Шоқан деп атап кеткен. Кейін бұл есім оның лақап атына айналады. Шоқан 1935 жылы патшалық Ресейдің Омбы облысына қарасты Күнтүймес қыстауында, қазіргі Қостанай облысына қарасты ауыл дүниеге келген. Шоқан Уәлиханов 1878-1853 жылдары Омбыдағы Сібір кадет корпусында білім алған. Сол қалада жүріп, ол ақын, жазушы, географ, тарихшы, атақты саяхатшы, шығыстанушылармен достасады. 1858 жылдың жазында 22 жасар Шоқан алғашқы ғылыми экспедициясы Қашқарияға сапар шегеді. Қашқарияда жүріп, ол ғылыми зерттеу жұмысымен қатар барлау қызметін атқарады. Экспедиция 11 айға созылады. Шоқан Уәлихановтың Қашқария туралы есебі шығыстанушылар тарапынан жоғары бағаланады. Қазақтың көрнекті ғалымы әрі ағартушы Шоқан Уәлиханов соңына мол әдеби мұра қалдырып кетті. Қысқа ғана ғұмырында ол Орта Азия мен Қазақстанның тарихы, географиясы мен этнографиясына қатысты бірнеше зерттеу жұмыстарын, сондай-ақ қоғамдық саяси тақырыптарда айтарлықтай шығармалар қалдырып кетті. Жастығына қарамастан Шоқан Уәлиханов көзқарасы қалыптасқан, энциклопедиялық білімі бар, ірі ғалым атанып, сол кездегі ғылым мәселелерін жаңа қырынан көтере білді.